1991 жылы КСРО ыдырап, одақтың құрамындағы елдер өз алдарына жеке мемлекет болып жатты. Солардың қатарында Қазақстан да болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. Ескеретіні, Қазақстан КСРО құрамындағы елдердің арасында ең соңғысы болып тәуелсіздігі туралы заңды қабылдады. Бұл заң 1990 жылы 25 қазанда қабылданған Қазақстанның егемендігі туралы декларациямен бірге қазақ елінің елдігін нығайта түсті. Сіздерді тәуелсіз еліміздің әрбір азаматы үшін айтулы мереке Республика күнімен құттықтаймын. Бүгінде араға біраз жылдар салып, 25 қазан Республика күні ұлттық мереке ретінде бекітілді. Бұл күн ата-бабамыздың арманы жүзеге асып, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Алдыңғы буын аға әпкелеріміздің егеменді ел болуға ұмтылған ерен ерліктері, бүгінгі күні егеменді ел жастарының жарқын істерімен, жалынды бастамаларымен өз жалғасын табуда. Осынау айтулы мереке қарсаңында Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.